Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен өте дәмді әрі полезный, витаминді ненің жаңағыдай десерттің рецептімен бөлсем. Өте жылдам, жасалу жолы да оңай, бар жоғы азғантай жаңа нелерден жемістерден жасауға болатын бұл біздің десертіміз. Неке, ол үшін алдымен бізге жемістерден банан, апельсин, алма, өз қалауыңызша жемістерді таңдап алсаңыз болады. Сол жемістерден турап, барлығын шағын майда бөліктерге бөле отырып, біз өзімізге пайдалы, балаларға да пайдалы, өте жақсы витаминді осындай жаңағыдай десерт дайындаймыз. Жылдам жасалады, оңай, көп ештеңені талап етпейді. Сондықтан сіздер де дайындап көріңіздер. Неке, осылай алмамызды шағын бөліктерге, яғни кішкене бөліктерге бөліп турап аламыз. Алмаларды сыртын ашып та, ашымай да пайдалана беруіңізге болады. Мен енді жаңағыдай не алған жоқпын, кішкене бала болмағандықтан мұны сыртын ашымадым. Осы кейінше шағындап, яғни 4-1 ұштылап барлығын турап алдым. Одан кейін апельсинімізді турадым. Апельсин өте сулы, сондықтан оны кішілеу бөлшектегі жаңағыдай турауға мүмкіндік жоқ, оны өте майдалап турауға. Сондықтан бұл жемісті біз үлкендеу болып тураған дұрыс сияқты. Яғни мен турап көргенімде бұл жаңағыдай өте майда болып кетсе, суының бәрі, бойындағы суының бәрі кетіп қалады екен тураған кезде. Сондықтан меніңше бұны үлкен бөліктерге бөлген дұрыс екен. Мен қателігім сол, кішкене шағын бөлшектерге бөлем ба деп ойлағанмын. Сөйтсем кішкене өте қатты кішкене шағын бөлшектерге бөлуге келмейді екен. Неке, сіздер де жасап көріңіздер, өте жақсы, балаларға да, үлкен адамдарға да полезны. Бұл десерт осы уақытта, қыстың күндері жеуге, күзгі уақытта балалардың иммунитеті түсіп тұрған кезде жеуге өте жақсы десерттердің бірі. Одан кейін бананды да өте қатты майдалауға керек жоқ, сақтауға шағын қылып турап алсаңыздар жетеді. Неке, осындай бөліктерге бөліп алдым бананды да. Қалауларыңызша басқа да жемістерді қоссаңыздар болады. Киви қосуға болады, мысал үшін мандарин, сондай әртүрлі өз қалауларыңызша жемістерді қосуға болады. Енді осының барлық жемістерді турап болғаннан кейін барлығын бір ыдысқа салып араластырсақ та болады. Тіпті өйтіп араластырғыларыңыз келмесе, дайын бірден тәрелкеге салып араластыруға да болады. Одан кейін мінекей бізге керегі жаңғақ, грек жаңғағы. Бұл білесіздер, бұл өте пайдалы, барлығына да, үлкен адамдарға да, балаларға да грек жаңғағы өте пайдалы болғандықтан міндетті түрде соны қосамыз. Және мейіз. Міне осындай қара мейізді қостым, жақсылап жуылғып дайындалған қара мейіз. Одан кейінгі бізге керегі негізі бұған қосылатыны жаңағыдай греческий йогурт деген болады. Ол яғни көп дүкендерде бола бермейтіндіктен мен осы йогуртты пайдаландым. Негізінде сол греческий йогуртты пайдаланған дұрыс бұл неге десертке. Араластырып аламыз, неке барлығын. Біреу аз болғандықтан тағы да кішкене қостым. Йогуртты білесіздер, балалар өте жақсы көреді, жейді. Қаймақ араластырса да болады шығар деп ойлаймыз. Сгущенка қосып, қаймақ араластыруға да болады. Одан кейін ыдыстарымызды әдемілеп салып алып, бұны өз қалауларыңызша дастарханға қойғанда, яғни қонақ дастарханына қойған кезде өз қалауларыңызша әдемілесеңіздер болады. Қандай жаңағы бетіне әртүрлі жемістерді, жидектерді салуға болады. Өз қалауларыңызша әдемілеп жасасаңыздар болады. Одан кейін мен бетіне кішкене шағын ғана, аздап қана қаймақ салдым. Яғни осы қаймақтың бетіне бұл әдемілік үшін жеуге де болады әрине. Қаймақтың әдемілік үшін бетіне жақтым да, одан кейін бетіне үйде бары смородинаны салдым. Клубника салуға болады, өз қалауларыңызша әртүрлі қылып жасаңыздар болады. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытып кетпеңіздер.